сөздердің мағынасын түсінуге мақсат қойылады. Сонымен қатар, бұл жерде менің сіздермен бөлісіп отыратыным авторлық бағдарлама мақсаты. Бұл жерде айтылу сауаттылығының дамуы. Сонымен бұл жерде менің айтарым авторлық бағдарламаның мақсаты оқушылардың мәтін мазмұнын түсініп білу, оларды түйінді ой жүгертуіне білдіру, мәтін мазмұны өзіндік пайымдау жасауға пайдалана білуге баулайды. Сонымен бізде авторлық бағдарламаның міндеті, бұл жерде көріп отырғандай менің міндеттерім, бұл жерде оқылым стратегиясының оқу функционал сауаттарын қалыптастыру, ана тілін жетік білетін, ұлттық және құндылықтарын бағытталатын тұлға даярлау, сонымен құзыретті қалыптастыру жолдарын қалыптастыру. Бұл неге алып келеді? Қандай күтілетін нәтижеге мен көрініп отыруым керекпін? Бұл жерде диалог, монолог және де оқылым стратегиясын, ана тілін жетік білетін, мәтінді көрсетілген мәселені талдай отырып, өз ойларын анық айтатын, және де бұл жерде практикада қолдана алатын күтілетін нәтижелерді көрсетеміз. Сонымен қарай, бағдарламаның ғылыми табиғаты, жұмыстың ғылыми әдістемелік деңгейін бұл жерде көрсетіліп отырғандай. Сонымен қатар, менің осы тәжірибем бойынша бағдарлама бұл жерде қалалық, аудандық семинар. Бұл жерде көрсетілгендер, мен өз ісімді, тәжірибемді осы семинарда бөлістім. Бұл жерде тақырып бойынша республикалық біздің деңгейде өткен, аудандық деңгейде өткен семинарымызда бұл жерде ата, ана, мұғалім, оқушы үштілдігі, іс-әрекеттігін мейірімділік пен ұлттылық құндылықтарын нығайту кепілін атты тақырыбында өткен семинарымызда бұл жерде менің оқушыларым, бұл жерде айтылым, сценалық көріністер, Алтынсариннің әңгімесі бойынша бұл жерде менің оқушыларым өз деңгейлерін көрсетті. Сонымен қатар, бұл жерде өнер, білім, бар жоқтар атты оқушыларымыз өз өнер, домбыра арқылы, би арқылы, айтылым арқылы, көрініс арқылы, және де қол өнер арқылы өз өнерлерін көрсетіп, тілдік манаға жоғарыда айтқандай айтылым сауаттылықтарын дамытты. Сонымен қатар, бұл жерде ашық сабақтар, және де Мұхтар Әуезов, Ахмет Байтұрсынов, Мұхтар Шаханов, солардың шығармалық тақырыптары бойынша біздерде ашық сабақтар өтті. Сонымен қатар оқушылардың арасында сайыстар өткізіліп, және де өз деңгейлерін жоғары деңгейде көрсетті. Және де бұл жерде оқушылардың сонымен қатар көптеген деңгейлік іс-шаралар өткізіліп, бұл жерде мысалы ссылкадан көруге де болады. Және де оқушылардың сонымен қатар Алматы дарынды балалар мен талантты жастарды анықтау қолдану жөніндегі орталықта ұйымдастырылған 19-21 желтоқсан аралығында аудандық жалпы білім беретін пәндер бойынша 5-6 сынып оқушылары арасында республикалық пән олимпиадасының қазақ тілі пәні бойынша, мысалы, бұл оқушы Смирнов Артем 3-ші орынға ие болып, және де бұл жерде көріп отырғандай, бұл жерде ата-аналар да бірігіп көптеген комментариялар жазып, бала өз деңгейін қазақ тілінде көрсетіп, 3-ші орынға ие болды. Сонымен қатар, бұл жерде Лесбек Арайлым Абай оқулары атты республикалық шығармашылық байқауында бейнелеу өнері номинациясында 2-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Абай оқулары бойынша, бұл жерде тағы да қарап отырсаңыздар, бұл жерде республикалық Дара бала журналының ұйымдастыруымен қыз бейнесі Абай оқулары атты тақырыбында бұл жерде көріп отырғанда оқушыларымыз өнер, мысалы эссе жазу, өлең айту, мысалы видеороликтер жіберу арқылы өз өнерлерін де көрсетті. Сонымен қатар үздік эссе қарап отырсаңыздар, бұл жерде Мұхаммед Ахметұлы Қонаевтың 110 жылдығында бізді оқушыларымызда өз эсселерін көрсетті. Және де бұл жерде фольклор бала тәрбиесінің рөлі білім элита журналында жазылымы шықты, және де көптеген, мысалы, қарап отырсаңыздар, жаңартылған
білім мазмұны жағдайында қазақ тілі мен әдебиетінің пәндерін оқыту, саралау тәсілдерін жүргізуде тиімділігімен мен өз тәжірибеммен бөлістім. Сонымен қатар Абай Құнанбаев ғылым таппай мақтанба атты тақырыбында 6 сынып қыжымының бөлісіп, тағы да міне басылымдан шығып қаралып отыр. Сонымен қатар қазіргі білім беру трендтер және өзгерістер атты конференцияға қатысып, мысалы балалармен қандай жұмыс өткізу керек, ойын арқылы, айтылым, мана сценалық жұмыстар арқылы, балалардың деңгейлерін көтеру арқылы, мысалы авторлық бағдарламамен және сіздермен бөлісіп отырмын. Бұл жерде көптеген мысалы пікір жазғандар. Балалардың сондағы бізде көрсетіліп отырған тақырыптары бойынша балалардың айтылым, жазылым, тыңдалым, оқылым, мана көрсетілгендей күтілетін нәтиже біздің бөлісіп оқушыларымызбен айтылым сауаттылығын дамыту арқылы біз оқушылардың лексикалық сөздің мағынасын, грамматикалық білім тілдік төрт дағдысын қалыптастыру арқылы біз әлемдегі тәжірибе бойынша тілімді тиімді меңгеру төрт дағды арқылы жүзеге асырылады деп өз ойымды осылай бөлісім келіп отыр. Әріптестер, мен тез айтып шықтым, өйткені қатысушылар көп уақыттарын. Рахмет, Самал Идрисовна. Құрметті әріптестер, егер қандай да бір сұрақ болып жатса, Самал Идрисовна баяндамасы бойынша мына жерде сообщение деген жерге жазасыздар. Кейін аяқталғаннан кейін әр баяндамашыға қойылған сұрақ бойынша өздері жауап береді. Ол семинар соңында біз кері байланыс жүргіземіз солай. Сұрақтарыңыз болса, сол жаққа жазасыздар. Рахмет үлкен, Самал Идрисовна. Келесі сөз кезегі қазақ тілі және әдебиет пәні мұғалімі, педагог зерттеуші Тужакова Света Бахтынаға беріледі. Света Бахтына. Демонстрация экрана қосасыз ба? Разрешение. Жоқ, не, разрешение бермей тұр, да? Қосылды ма? Жоқ. Почему-то демонстрация экрана бізден шықпай тұр. Қостым. Мен кім қоса салыңызшы, кім Таңат Есенбайевичтада. Кім? Сол кісіге жібергем жаңа. Почему-то мына экраннан шығара алмай тұр біздер. Файлының ішінде болар, иә, может? Демонстрация экранды қосасыз, сонда шығады сіздің файлыңыз. Оны басып тұрмын, почему-то шықпай тұрған сол. Демонстрация экранын басып тұрмын. Файлы. Вы не можете... Все, Таңат Есенбайевич қосылар. Қосылды ма? Аша салыңызшы, енді ашылып отыр деймін. Ашылмай тұр, да? Жоқ, міне. Маған жіберіңізші, мен ашып көрейін. Жоқ, сіз аша алмайтын боларсыз, сол деген ана модератор ашу керек қой. Или бұл... Мен қосып тұрмын да, бірақ... Комикстерді жұмыс жасау тиімді. Соны ашыңызшы. Мен қостым, сіздерді көрініп тұрған жоқ па? Жоқ, тек қана сол документтің өзі ашылып тұр. Мен баспаймын қой, ол ан жақтан бері. Ашылмай тұр. Сіздер көрініп тұрсыздар ма? Менде көрініп тұр, комикстерді. Жоқ, само презентация несі жазылып тұр. Темісі шықпай тұр, иә. Бақты қанасы білмейсіз, мына жерде қай жерде екен? Маған доступ жоқ қой, енді ашылып отыр ма? Таңат Есенбайевич шығара алмай ма, қарашы? Жоқ па? Открыть деп бассаң ашылмай тұр, иә? Жоқ, маған даже, если мына жерден ашайын десем да, видишь, когда демонстрация экрана осуществляет другой участник деп шығып тұр ғой. Ашылмай тұр. Сіздер ашасыз болмайды ма?
ашылмай тұр. Що самал адресінаға? Маған жіберіңізші презентацияңызды. Маған доступ берсе, мен ашып Жоқ, көрейін. сізде правы жоқ қой модератор, сіз аша алмайсыз ғой. Жоқ, қазір доступ береді ғой. Доступ берсе, сосын мен шалмай қалам ғой мұнан. Мен сөйлей алмай қалам ғой. Таң Тизенбаевич бар ма қасында Салтанат Рахметуллаевна? Қазір шығып кетті ол. Бәсе, сол кісіге жіберген ғой на всякий случай. Келесіде сөз бере беріңіз, Салтанат Рахметуллаевна. Келесі кім сөйлей берсін онда, иә. Келесі кім сөйлей берсін онда, сіз кім Салтанат Рахметуллаевна? Таң Тизенбаевич келгесін қазір мен сөйлеймін. Экран ашылмай тұр. Салтанат Рахметуллаевна, 2 рет бассаңыз да ашылмай тұр, иә? Иә. Интересно. Менде міне жазылып отыр да, вы запустили демонстрацию экрана дейді. Білмеймін, басқаш. Может, бюллетень выключить? Так, қайсы жаңа? Енді комикстер деп басталады. Так, не запустим. Қайтып сол шығады. Мен ештеңе басқан жоқпын, Салтанат Рахметуллаевна. Салтанат Рахметуллаевна, маған доступ беріңізші. Самый адресіне тұра тұрыңызшы, доступты мен Света бақылап бердім ғой, сонда да нетілмей тұр ғой. Жоқ, маған жіберді ол кісі. Может, мен арқылы ашып көрейін. Жоқ, сіз екі жақтан ашылмайды ол. Либо модератор и участник өзі ашу керек, либо. Ол өзінікін ашады ғой, енді өзінде болғасын достық. Жоқ, мен арқылы сөйлей берсін. оқиды ғой дегенім ғой. Келесі кісі сөйлей берсін, да? Онда самал адресіңізге доступ беріңіз де, самал Иә, адресіне. сіз оқисыз, иә. Мен голосовоймен оқи берейін, иә. Иә. Давайте. Неге не тастадым? Неге жоқ тастадым мен? Мына үлкен экран шығып тұрмайды. Маған доступ бермей отыр. Жоқ, мына не жоқ, ол телефоннан кіріп тұрмын. Демонстрация экраны болмай тұр. Ну, не можно допустить информацию дейді. Нельзя, да? Да, маған берген жоқ әлі доступ. Мына жерде не шықпай тұр, жолдасының сөзі. Жоқ, басқа. Жоқ, мына экранына жетіп үлкен болып тұрмайын. Өздері ма? Самый адресіне доступ бердік, ашып көріңізші. Ашып көріңізші. Вы не можете дейді, запустить демонстрацию дейді маған.
Біздер мына жерде еще За демонстрацию экрана осуществляет другой участник дейді. Мана қалай бердіңіз? Вот это нажми несколько участников. шықпай тұр, иә? Жоқ, Апа, видео енді көріңізші. Сам адресіне енді. Болды, ашылды. ашылды ма? Все. Көрінді ма? Да, көрінді. Қаз, мен. Полный экранға қойып қоя ғой. Қаз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі мына біздің семинарымыздың аясындағы тақырып комикстермен жұмыс жасаудың тиімділігі туралы өз тәжірибеммен бөліскім келеді. Келесін аша беріңіз. Тақырыптың өзектілігі бұл өзге тілді мектептердің оқушыларына қазақ тілін жеңіл меңгертуде, қарапайым мәтіндерді түсініп, өз ойын еркін жеткізу үшін және қандай да бір шығарманың оқушы есінде ұзақ сақталуын, пәнге деген қызығушылығын арттыруда комикстердің маңызы зор енді бүгінгі күні. Мақсаты мектепте қазақ тіліндегі шығармаларды комикстер арқылы оқып таныту, ауызекі сөйлеу тілдерін дамыту, мемлекеттік тілді үйренуде қызығушылықтарын арттыру. Жалпы комикс сөзі бұл үйлесімді баяндауды құрайтын қысқа мәтіндері бар суреттер болып табылады. Алғашқы комикстер Америкада сәл ертерек 1892 жылдан бастап пайда бола бастаған. Кейбір зерттеулерге сүйенсек, дегенмен комикстардың алғашқы пайда болуын графика мен әдебиетті біріктіретін суреттер заманымен байланыстырады, яғни адамдар сауатсыз болған кезде де өз ойларын, тұрмыс салттарын тасқа қашап таңбаға түсірген заман. Қазіргі кезде қазақ комикстарын шыға бастауы қуантарлық жағдай, себебі комикстар арқылы шығармаларды оқыту өте тиімді. Бала шығарманы оқумен қатар оны суретке сала отырып, суретті мәтінге жан береді, ол сурет сала отырып шығарманы есте сақтайды. Педагогика ғылымдарының кандидаты Шырынхан Абдиева комикс жасау арқылы адамның шығармашылық, логикалық ойлау қабілетін қалыптастыратын, қазақша сөйлеу мен жазу қабілетін дамытатын өзінің еңбегінде атап өтіп кеткен. Жалпы тілді үйрету барысында комикстарды қолдануда сұрақ қоюға үйрету, шағын диалог құрастыру, берілген суреттер арқылы әңгіме, ертегі, мәтін құруға, кейіпкерлердің сөзін толықтыру, өтілген тақырыпты қорытындылау сияқты үлкен мүмкіндіктер бар. Комикстерді сабақта қолданудың қандай артықшылықтары бар деген мәселеге келетін болсақ, комикстерде қарапайым сөйлеу тілі қолданылады біріншіден, және комикстерде диалогтар өте қысқа, жинақы түрде беріледі. Сурет арқылы комикс мәні түсінікті болғандықтан жаңа сөздерді есте сақтау оңай болады. Комикстер арқылы оқиға желісін оңай суреттей алады бала. Шығармашылық жұмыс орнайды, өйткені мұнда жұмыс жасамайтын бала болмайды, түгелдей 100% жұмыстанады, және осылар арқылы пәнге деген қызығушылығы артады. Комикс арқылы оқу әрекетінің әртүрлі мүмкіндіктері ұйымдастыруға болады, яғни тапсырмаларды. Енді ол мұғалімнің өзінің шеберлігіне байланысты, бірнешеуіне тоқтала кетейін, өзімнің тәжірибемдегі қолданылатын. Бұл суреттердегі жазбалар, яғни оқушылар өз шығармаларын суреттермен толықтырады, немесе оқылған шығармаға суреттелген баға береді. Суретте өмірбаян деген түрі, бұнда оқушылар белгілі тарихи тұлғаның өмірін суреттермен, түсініктемелермен суреттеу арқылы сипаттай алады. Комикстерге мәтін құрастыру, мұғалім бір тақырыппен біріктірілген бейнероликтерді, суреттер немесе фотосуреттерді дайындайды. Оқушылар оларға өздерінің жаңағыдай мәтіндерін дайындап көрсете алады. Жетіспейтін кадрлар, бұл қазіргі кезде өте көптеп қолданылып жүрген әдістердің бірі. Комикста бірнеше кадр алынып тасталады, оқушылар кадрларды қалпына келтіріп, олардың арасындағы логикалық тізбектер туралы ойлануы керек. Жетіспейтін сөздерді немесе жолдарды енгізіңіз. Бұл жаттығу шығармашылықты ынталандырады, сонымен қатар грамматика мен лексика туралы білімді қолдануды талап етеді. Сызықтарды немесе суреттер дұрыс ретпен орналастырыңыз. Жаттығуды өздігінен де топтарда да жасауға болады. Комиксті оқып сұрақтарға жауап беріңіз. Бұл жағдайда комикс қарапайым мәтінді алмастырады. Оны талдауға, сұрақтарға жауап беруге және оқығаннан кейін жаттығулар жасауға болады. Енді 6 сынып бағдарламасы бойынша Ыбырай Алтынсариннің «Әке мен бала» және Дүйсенбиевтің «Бәтеңке Шұжық қаймақ» шығармаларымен болған комикс жұмыстарын тәжірибесін бөлісіп кетейін. Бұл жерде ғылыми жұмыстан үзінді деген мәселеге келетін болсақ, биыл осы тақырыпта оқушыларым ғылыми жұмыс байқауына қатысқан болатын. Сол кезде олардың өздерінің жаңа зерттеу жұмыстары болды. Бұл тақырыптарды меңгертуде әрқайсысына бірнеше сағаттан берілген. Бірінші сағатында барлық тақырыптар бойынша мәтін мазмұнымен таныстырылды.
Үйге тапсырмаға мәтін мазмұны бойынша жоспар құру және мазмұндау берілді. Сабаққа қатысу барысында оқушылардың жауаптары төмендегідей дәрежеде болды. Яғни балдық жүйемен беретін болсам, бұл жерде 6-6 Б және 6 Б сыныптар алынды. Әр сыныпта 15-16 оқушыдан. Бұл жердегі бірінші таблицадан көретін болсақ, мәтін мазмұндау әрине бұл қиын. Орыс тілді мектептің оқушылары үшін олар немесе жаттап алады, немесе қысқаша ғана бір мәтін дайындап, соны жеткізуге тырысады. Бұл кезде, мысалы 6 бір сыныбын алатын болсам, барлығы 16 оқушы, оның 6-ы мүлде ештеңе айта алмады. 6 балды 2 оқушы, 7 балды 3 оқушы, 2 оқушы 8 балл, 2 оқушы 9 балл және бір оқушы 10 деген балды алды. Енді екінші сабақта осы 3 сыныпқа 3 түрлі тапсырманы түрлендіріп зерттеу болғандықтан комикстардың жұмысын қолдану бойынша 6 сыныбына мәтін мазмұны бойынша комикстар салып, негізгі ақпараттарды жеткізу тапсырмасы берілді. 6 Б сыныбына берілген дайын комикстарға оқып танысқан мазмұны бойынша, мысалы, әке мен баланың фразаларды өздері қойып, рөлдік ойын көрсетті, және 6 Б сынып мәтін мазмұнын тыңдап, және есте сақтаулары бойынша еркін комикстар әлемі жұмысын көрді. Яғни өздері жасап шықты комикстарды. Енді бұл жерде бұл топтық жұмыс болды. Оқушыларға дайындыққа уақыт берілді, дескриптор бойынша жұмыстарын қорғап, бағалау жұмыстары жүргізілді. Қорытындысы төмендегідей болды. Енді бұған назар аударатын болсақ, жаңағы бірақ 6 сыныбын алайық, сол кезде 16 оқушының 10 деген бағаны 4 оқушы, 9 деген бағаны 7 оқушы, 8 балды 5 оқушы алды қалған. Бұл жерде қарасаңыздар 7 балға дейінгі бірде-бір оқушы төмен бағаны алған жоқ, өйткені олардың барлығы топпен жұмыстанды, мүлде сөйлей алмайтындары жаңағыдай ақпарат интернеттен ақпарат іздеп оны толықтырды, сурет салды, бір-біріне көмектесті, әйтеуір барлығы бірдей жұмыстанды. Мына жерде сол жаңа алдарыңыздағы оқушылардың шығармалары, оқушылардың жұмыстары көрсетіліп кетті. Енді бұл жерде бір айтып кететінім, қандай жетістіктерге әкеледі балдар. Ең бірінші комикс оқуға деген ынтасы артады, комикс жұмыстану арқылы. Комикстерді оқу әлдеқайда жеңіл және қызықты болады. Көңілді суреттер оқуға көрнекі қолдау көрсетеді. Шығармашылық орта қалыптасады барлығы жұмыстанғаннан кейін. Ауызекі сөйлеу дағдылары артады осы арқылы. Оқушының қызығушылығы артады және қазақ тілін тез әрі оңай үйренуге көптеген мүмкіндік береді деп атап айтқым келеді. Мына жерде келесі слайдты қоса салыңызшы. 6 Б сыныптың 2 оқушысы осы комикстер арқылы қазақша сөйлеуге үйрену деген аудандық деңгейдегі ғылыми жұмыстар зерде байқауына қатысқан, сонан өте жақсы деңгейде болып 2-ші орын алды. Бұл кезде атап айтам 1-ші орын болған жоқ, тек 2-ші орыннан басталды. Содан кейін дайындалып, біздер жаңағы қалалық деңгейде жақсы марапат грамотаға ие болды белсенді қатысқан үшін. Енді болашақта біз әрине ол бір-ақ жылдың жұмысы, алдағы уақытта біз бұны ары қарай жандандырамыз деп ойлаймын. Бұл комиксті пайдалануды, комикс арқылы қазақ тілін орыс мектептерінде әсіресе жандандыруға барша әріптестеріме ұсынамын. Осы, рахмет баршаңызға. Болды, Салтанат Рахметоллаевна, рахмет. Үлкен рахмет, Света Бақытовна. Сұрақтарыңыз болса, әріптестер, пока жазып сұрақтарыңызды жаза беріңіздер. Келесі сөз кезегі дене шынықтыру пәнінің мұғалімі, педагог зерттеуші Оспанов Амангелді Садыковичке беріледі. Апа, демонстрацияны өшіре салыңыз өзіңізден. Менен ба? Жоқ, менде жоқ. Кімде демонстрация? Менде жоқ. Самоадресіне өшіре салыңыз. Сәлеметсіз бе, құрметті әріптестер. Мен волейбол ойынын үйренудегі әдіс-тәсілдер атты тақырыпта өзімнің іс тәжірибеммен сіздермен бөліскім келіп отыр. Дене шынықтыру пәнінің басқа пәндерге қарағанда көптеген ерекшеліктері бар. Мұнда негізінен оқушының қабілеті
бейімділігі баса назарда болуы керек. Дегенмен де оқушыларды бейімдеу қабілетін дамыту, спортқа деген қызығушылығын арттыру жақсы ұйымдастырылған сабаққа байланысты. Сондықтан оқушылардың пәнге қызығушылықтарын арттыру сабақта тақырыпқа байланысты спорт түрлерінің шығу тарихын, спорт түрлері дамыған елдерді, спорттың әр саласындағы белгілі спортшылар өмірін алуға болады. Мұғалім сабақты тартымды етіп, теория мен практиканы ұштастыруында жаңа инновациялық технологиялардың тиімділігіне баса назар аудару керек. Бұл мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынас спортқа бейім оқушылармен белсенді жұмыс істеп қана қоймай, барлық баланың дамуы үшін қолайлылық жасап, қабілеті жеткен жерге дейін еңбек етіп ойластыруы тиіс. Дене шынықтыру сабағындағы дифференциация жеке тұлғаның типологиялық ерекшеліктерін, жалпы және арнайы қабілеттерін дамыту мүдделері мен жүйке жүйесінің физиологиялық қасиеттері деңгейін ескере отырып, оқушылар топтарына білім беру мазмұнына сай түрлі оқыту әдістерін құру, білім беру үдерісін әртүрлі нысанда ұйымдастыру. Бұл жұмыстың мақсаты оқушыларды дене шынықтыру мен салауатты өмір салтының қажеттілігімен таныстыру. Осы мақсат шеңберінде келесі міндеттер шешіледі. Дене тәрбиесінің сауықтыру міндеттері, оқушылардың денсаулығын сақтау және нығайту, толық физиологиялық даму бітімінің үйлесімділігіне қол жеткізу. Оқытуды дифференциациялау дегеніміз, оқушылардың қажеттіліктері мен қабілеттеріне сәйкес әртүрлі сыныптар, топтар, мектептер үшін әртүрлі оқу ортасын құру, әртүрлі топтарда оқытуды қамтамасыз ететін әдістемелік, психологиялық, педагогикалық және ұйымдастырушылық шаралардың кешені болып табылады. Ал дифференциациялап оқыту мен оқуға қатысты анықталған ортақ қасиетті ескере отырып, дайындалған оқушылар тобын мұғалімнің оқу үрдісін ұйымдастыру нысаны. Саралап оқыту әрбір оқушының мақсатқа жетуіне оң ықпал етудің тиімді жолы. Және бір материалды барлық оқушыларға әртүрлі оқыту тәсілдерін қолданып оқыту дегенді білдіреді. Және мұғалім мен әрбір оқушының қабілетіне қарай тапсырмаларды қиындық деңгейі бойынша жіктей отырып, сабақты ұйымдастыруды талап етеді. Тапсырмаларды дифференциация бойынша құрастыруға қандай түрлері бар? Мысалы, оқу тапсырмаларын шығармашылық деңгейлеріне қарай дифференциациялау, оқу тапсырмаларын қиындық деңгейіне қарай дифференциациялау, оқу тапсырмаларын өздігінен орындай алу қабілеттеріне қарай дифференциациялау, оқушылардың көмекті қажет етіп сипаты бойынша дифференциациялау, оқу қызметінің нысаны бойынша дифференциациялау. Дене шынықтыруда мынадай дифференциациялап оқытудың тәсілдерін қолдануға болады. Балалармен жеке жұмыс жасауда бізде дене шынықтыру сабағында 3 сағат волейбол бойынша қосымша болып өткізіледі. Осы сабақта әр оқушымен жеке және жақын қарым-қатынаста дифференциациялау әдіс тәсілдері жүргізіледі. Осының нәтижесінде біздің командамыз аудандық, қалалық жарыстарда жүлделі орындар алып жүр. Бұл жерде айта кетейін дегенім, бұл жерде жалпы мектептік құрама команда емес, бұл жерде бір класстан шыққан ұлдар мен қыздардың командасы жайында айтқым келіп отыр. Өз тәжірибемде тапсырмалардың бір үлгісін келтірейін. Балаларға жеке немесе топта олардың меңгерген білімдеріне негізделген әртүрлі тапсырмалар беріледі. Мұның құрамына қабілет деңгейі әртүрлі оқушыларға арналған тапсырмалар кіреді. Тапсырманы бәріне бірдей таныстырамын, ал орындалу кезеңі төменгідей болуы мүмкін. Бірінші топ мұғаліммен бірге жұмыс істейді. Екінші топ алдымен мұғаліммен, содан кейін өз бетінше жұмыс істейді. Үшінші топ өз бетінше ғана жұмыс істейді. Тапсырмалардың нұсқалары қиындық деңгейі, шығармашылық деңгейімен және көлемімен ерекшеленеді. Бірінші нұсқа негізгі тапсырма, екінші нұсқа көлем үлкендеу тапсырма, үшінші нұсқа шығармашылық тапсырма болып табылады. Дифференциацияны қамтамасыз ететін тапсырмаларды құрастырудың төменгідей түрлерін қолдану ұсынылады. Ашық түрде орындалатын тапсырмалар, таңдау түрінде орындалатын тапсырмалар.
Оқушының таңдауы бойынша тапсырма жағымды оқу ынтасының қалыптасуына әсер ететінін естен шығармауымыз керек. Барлық оқушылар бір тапсырманы орындаса да, олардың нәтижелері әртүрлі болады. Кейбір оқушылар басқаларына қарағанда жылдам жұмыс істейді. Қосымша тапсырмаларды көп күш жұмсауды талап ететін оқушылар үшін қолдануға болады. Негізгі тапсырмаларды түсіндіруге көмек қажет ететін оқушылар біршама көбірек уақыт алады. Барлық оқушыларға бағытталған нұсқау бере отырып, олардың әрқайсысының өздеріне не күтетінін түсінгендеріне көз жеткізу керек. Балалардың барлығы бірдей тапсырманы орындайды, бірақ олардың кейбіреуіне басқаларға қарағанда көбірек немесе азырақ қолдау көрсетіледі. Мұғалім мәселені шешуде өзінің қарапайым тілде егжей-тегжейлі түсіндіруін қажет ететін оқушылар және тек диалогқа түсу арқылы бағыттауды ғана қажет ететін жоғарғы деңгейлі оқушылар тобын анықтауы тиіс. Сонымен қатар мұғалім қабілетті жоғары оқушыларды қолдау үшін жоғары деңгейлі тапсырмаларды бере алады. Топтарды құрған кезде барлығының табысқа жетуіне қамтамасыз ететіндей етіп топтастыру қажет. Топтық жұмысты орындау үшін бір топта қандай оқушылар болатыны маңызды емес. Осы жағдайда мұғалім өзі қалаған әдіспен оқушыларды шағын топқа біріктіреді. Оқытудың болжамды міндетіне қарай топ құруда тиімді деген тәсілдер бар. Атап айтсақ, мүдделері ұқсас оқушылар, яғни мұғалім оқушыларға өз қалаулары бойынша топтасуға мүмкіндік береді. Сыныпта қандай да бір топта жоба жұмыстарын жасау керек болған кезде бұл әдісті қолдану өте тиімді. Екінші, талаптары әртүрлі оқушылар, яғни топтың мүшелері кездейсоқ бірігеді. Бұл жағдайда мұғалімге сыныптағы оқушылардың бір-бірімен мейлінше араласқаны маңызды. Өйткені өздеріңіз білесіздер, бұл волейбол деген командалық ойын, оқушылар бір-бірімен коллектив болып санасып, ақылдасып, бір-бірін сыйлап үйренуі тиісті. Үшінші, кәсіби дағдыларына қарай бөлінетін топтар, немесе сарапшы топ. Бұл жерде мұғалім ерекшеліктеріне қарай топтарға біріктіреді. Спортқа қызығушылығы бар оқушылар бір топта, немесе жоғары деңгейлі, орта және төменгі деңгейлі оқушылар топталады. Оларға арнайы тапсырмалар дайындалады. Бұл топтық жұмысты жоспарлау кезінде мұғалім неліктен оқушыларды дәл осылай біріктіретінін және неліктен тапсырмаларды беретінін нақты түсінеді. Және соңғысы аралас топ. Мұғалім мақсатты түрде шағын топқа әртүрлі деңгейлі оқушыларды біріктіреді. Бұл ойын кезінде өте қажет. Себебі бұл топтық жұмыс жаңа оқу мақсатына жету үшін қажетті алдыңғы білімдері мен біліктерін қайталап, бір-бірінің ісіне ескерту жасап, бір-біріне түсіндіру. Келесі, оқушының қызығушылығына, дамуына бағытталып жасалынған тапсырма өзінің жақсы көрсеткіштерін береді. Бұл тапсырмалардың басты ерекшелігі барлық оқушы сабақ барысында тапсырманы орындай алуы. Тапсырмалардың деңгейлік сипатта дайындалғандығын оқушылардың білуі міндетті емес. Ең бастысы, оқушы өзінің мүмкіндіктерінің бар екенін біліп, пәнге деген сүйіспеншілігін арттырады. Оқытудағы дифференциациялық тәсілдің нәтижесі қандай? Оқушының сабаққа деген ынтасы артады. Әрбір оқушы өз мүмкіндіктері мен қабілеттері деңгейінде үйренеді. Білім алуда мықты оқушылардың тез және терең білім алуы жүзеге асады. Мықты оқушылар өз қабілеттерін негіздейді, ал әлсіздер оқу жетістіктеріне жету мүмкіндігін алады. Осымен менің іс тәжірибем аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Рахмет, Үлкен Амангелді Садыкович. Келесі сөз кезегі қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, педагог зерттеуші Баяндиева Бақытгүл Тухановнаға беріледі. Демонстрация экрана. Салтанат Рахметоллаевна, бізге не беріңіз? Доступ. Әуезов ауданы.
Берілді доступ. Салтанат Рахметуллаевна, все равно шықпай тұр. Сіз можете это демонстрация экрана? Қосуға. Сейчас. Что-то почему-то компьютер түсінбедім сен? Почему шықпайды? Кел. Қайырлы күн, әріптестер. Менің бүгінгі конференцияға таңдаған тақырыбым топтық жұмыстың маңыздылығы мен тиімділігі. Ұстаздың кәсіби шеберлігі сабаққа дайындықтан басталады. Яғни оның шығармашылық әрекеті оқушының қабілетін қалыптастырады. Оқушыны ойлауға, жылдамдыққа, тапқырлыққа үйрету әрине ұстазға байланысты. Өскелең ұрпақтың білім деңгейі заманауи талапқа сай болуы қажет. Сондықтан ұстаздар сабақ нәтижелі болу үшін сабақтың әр кезеңін нақтылап, сапалы түрде ұйымдастырып, әдіс тәсілдерді тиімді қолдануы шарт. Сабақ барысында қолданылатын әдіс тәсілдердің бірі топтық жұмыс. Топтық жұмыс арқылы оқушылар пәнді жетік меңгеріп, соның нәтижесінде дағдылар қалыптастырады. Топтық жұмыс қатысушылардың тиімді қарым-қатынасына негізделеді. Яғни топтық жұмыс барысында топ мүшелері бір-бірімен бірлесе қарым-қатынас жасай отырып, тығыз байланыста болады. Топтық жұмыс оларды өз идеяларымен, түсінігімен, өз білгенімен бөлісуге дағдыландырады. Жаңа білімді игеруге, жоғары нәтижеге жетуге, қорытынды жасауға, бір-бірін қолдауға, өзінің пікірімен санасуға, жағымды атмосфера орнатуға жағдай жасайды. Мақсатына қойыңызшы. Топтық жұмыстың мақсаты оқу тәсілдері арқылы проблемаларды шешу, тапсырмаларды орындау барысында оқушылар тобын бірлесе жұмыс істеуге дағдыландыру. Енді топтық жұмыс барысында біз табыстың кілті тиімді қарым-қатынас деп осындай 5 қадамды бөліп отырмыз. Бірінші маңызды қадам ол тиімді қарым-қатынас. Тиімді қарым-қатынас топ жұмысының ең маңызды элементі. Сондықтан топпен жұмыс істеудің құндылығы өз идеяларымен сенімді бөлісу, жағымды қарым-қатынас орната білу, ынтымақтастықпен жұмыс істеуге оқушыларды дағдыландыру. Екінші маңызды қадам ол ынтымақтастық.
ынтымақтастық топ мүшелерінің бір-бірімен жақсы жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Мұнда белсенді тыңдаушы болу, жауапты болу, қойылған міндеттер мен қадамдарды ұсыну, қиындықтар мен кедергілерді жеңе білу басты шарт. Үшінші маңызды қадам белсенді болу. Белсенді болу топтық жұмыстың ең маңызды бөлігі. Әр топ мүшесі сөйлеушіге назар аударады, сөйлеуші не туралы айтып жатқанын түсінеді. Сөйтіп, топ мүшелеріне тақырып бойынша идеяларын ұсынып, көзқарасын білдіреді. Төртінші маңызды қадам ол жауапкершілік. Әрбір топ мүшесінің өз ісіне жауапты әрі сенімді болуы маңызды. Топтық жұмыстың пайдасы жаңашылдық пен шығармашылыққа ынталандыру, үнемі позитивті, белсенді болу, топтық ұжымдық өсу, оқушының ойлау қабілетін дамыту. Топтық жұмыстың тиімділігі, сүйікті жұмыс істеу тиімділігі, оқушы тұлға ретінде дамиды. Сабақта оқушылар топпен және жұппен жұмыс істеу арқылы өзіне деген сенімділігі, жауапкершілігі артады, өз ойын еркін жеткізуге тырысады, белсенді болуға үйренеді, алдына мақсат қоя біледі, өз пікірімен бөліседі. Яғни сүйікті жұмыс істеу түрлерінің бірі болып саналады. Оқушы үшін ең бастысы қателік жіберіп алмау, қорқыныш сезімін жеңе білу, өзіне деген сенімділіктің пайда болуы өте маңызды. Өз ойымен еркін бөлісу. Нәтижесінде оқушылар берілген тапсырманы жақсы меңгереді, шығармашылық қабілетін дамытады, сабақ әр топ мүшесіне қызығушылық тудырады, әрдайым белсенді болуға ынталандырады. Яғни қатысушылар топ ережесін сақтайды, топта жұмыс істеуге дағдыланады, ортақ шешім қабылдауға үйренеді, өз ой пікірлерімен бөліседі, яғни алмасады, өз ойын еркін жеткізеді, өз ойын бағалауға үйренеді. Топтық жұмыста кездесетін жағымсыз жақтары. Топ мүшелерінің шамадан тыс көп болуы, егер де ол 7-10 адамды құрайтын болса, әрине топ мүшелеріне бұл ыңғайсыздық тудырады. Топтардың тым үлкен немесе шағын болуы да тиімсіз. Топ мүшелер 5-6 оқушыдан тұрғаны дұрыс. Кейбір оқушылар мықты сыныптасының нәтижесін пайдаланып кетуге тырысады. Өзіне сенімсіз, әлсіз оқушылар топқа бөлу барысында мазасызданып, сенімсіздік танытады. Үлкен топтарда кейбір оқушылардың назары басқа жаққа ауып кетуі де әбден мүмкін. Топтық жұмыс барысында оқушы неге жетеді? Оқушының оқу танымдық мотивациясы артады. Мазасыздық деңгейі төмендейді. Топтың оқу қабілеті мен оқу тиімділігі жоғарылайды. Сыныптың психологиялық климаты жақсарады. Тапсырмаларды орындауға құлшыныс пайда болады. Яғни, осында өзіне сенімсіз оқушылар топ арасында болса, ол жақсы оқитын белсенді оқушыға қарап отырып, өз ойын қосуға, солардан үлгі алуға, солар сияқты жұмыс істеуге тырысуға мүмкіндік болады. Сыныптың психологиялық климаты жақсарады. Сөйтіп, балалар арасында дұрыс қарым-қатынас орнайды, оқушылар арасында. Тапсырмаларды орындауға құлшыныс пайда болады. Ізденуге талпынады, белсенділік танытады, нәтиже көрсетуге ұмтылады, үнемі өсіп даму үстінде болады. Шығармашылық жұмыс істеуге тырысады. Топтық жұмыс дағдылары. Дамитын дағдылар: қарым-қатынас, яғни әңгімелеу, сөйлеу, пікір алмасу, ынтымақтастық. Топ мүшелерінің бір-біріне мүмкіндік беруі, тек қана бір оқушы ғана жұмыс істеп емес, басқа да оқушылардың белсенді болуына мүмкіндік жасау. Белсенді болу, өзгелердің пікірін сыйлау, белсенділік таныту, өзіне өзі сенімді болу. Жалпы топтық жұмыс төменгі сыныптарда 5-10 минутта құраса, 5-6 сыныптарда, ал жоғары сыныптарда
15-20 минут уақыт жеткілікті деп санаймын. Сондықтан топтық жұмыстың тиімді де, тиімсіз де жақтары бар. Осыны ескергеніміз дұрыс шығар. Назарларыңызға рахмет. Рахмет үлкен сізге Бақтык Анна. Рахмет. Келесі сөз кезегі тарих пәнінің мұғалімі, педагог зерттеуші Краснокутская Надежда Ивановнаға беріледі. Учитель истории Надежда Ивановна. Ну, можно сократить. Это лучше столько столько. Добрый день, коллеги. Рада приветствовать всех вас. Ну, тема моя сегодняшняя – это современные методы преподавания предмета истории Казахстана. Преподавание истории – сложный и динамичный процесс, который требует инновационных методов для вовлечения учащихся в содействие более глубокому пониманию предмета. В контексте Казахстана, страны с богатым культурным наследием и историческим значением, преподаватели обращаются к современным методам обучения, чтобы сделать учебную программу истории Казахстана более интерактивной, захватывающей. В данном докладе будет рассмотрено использование технологий проектного обучения и обучения на основе опыта и качестве эффективных стратегий преподавания истории Казахстана, а также представлен всесторонний обзор того, как эти методы могут улучшить учебный процесс в школе. Одним из ключевых современных методов преподавания истории Казахстана является интеграция технологий в учебную программу, включая мультимедийные ресурсы, такие как видео, интерактивные карты, виртуальные туры. Преподаватели могут создать более увлекательную и интерактивную среду обучения для учащихся. Например, учителя могут использовать мультимедийные презентации для визуального представления ключевых исторических событий в Казахстане, что позволяет учащимся лучше понять контекст и значения этих событий. Кроме того, виртуальные экскурсии по важным историческим местам Казахстана могут представить учащимся захватывающий опыт, который оживит историю. Образовательные приложения в онлайн-платформе также играют решающую роль в самостоятельном обучении, позволяя учащимся изучать различные аспекты истории Казахстана в удобной для них темпе и более интерактивной форме. Проектное обучение – один эффективный метод преподавания истории Казахстана, позволяющий глубже погружаться в конкретные исторические темы посредством исследований и сотрудничества, разрабатывая исследовательские проекты по ключевым событиям в истории Казахстана. Учащиеся поощряются к критическому анализу первоисточников и более глубокому пониманию исторического контекста. Групповые проекты дополнительно развивают навыки сотрудничества и общения, поскольку учащиеся работают вместе, чтобы представить свои результаты творческим и интересным способом. Поощряя учащихся использовать творческие средства, такие как презентации, видео или художественные работы. Для демонстрации своих исследований преподаватели могут способствовать более глубокой связи с предметом и развитию чувств ответственности за свое обучение. На основе обучения жизненно важную роль в преподавании истории Казахстана представляет учащимся практический опыт, который освежает историю. Исторические симуляции, в которых учащиеся разыгрывают ключевые события истории Казахстана, могут помочь учащимся лучше понять сложности и проблемы, с которыми сталкиваются исторические личности. Экскурсии по историческим местам Казахстана дают учащимся
возможность воочию изучить богатое культурное наследие страны, обеспечивая ощутимую связь с прошлым. Кроме того, дискуссии с приглашенными докладчиками, историками или представителями местного сообщества могут предложить участникам более глубокое понимание исторических событий и культурных традиций Казахстана, обогащая их учебный опыт и расширяя кругозор. История Казахстана является важным предметом в системе обучения на основе опыта играет жизненно важную роль в преподавании истории Казахстана, представляя учащимся практический опыт, который оживляет историю. Это можно слышать. История Казахстана является важным предметом в системе образования, поскольку она формирует у учащихся понимание исторического развития своей страны, ее культуры и традиций. Ведь вследствие изменений в сознании населения на новом этапе истории прошлого казахского народа приобретает особую политическую значимость. Изучение истории Отечества имеет не только познавательное и научное значение, но и политическое. Воспитание казахстанского патриотизма – одна из значимых задач долгосрочного приоритета. Современные методы обучения позволяют сделать изучение предмета более интересным, эффективным, доступным. Ведь комбинирование различных подходов и адаптации их в соответствии с конкретными целями обучения и потребности учащихся позволяет создать более эффективные и интересные образовательные программы. Один из таких – интерактивные методы. Интерактивные методы обучения предмета истории играют важную роль в развитии учебного процесса и повышении интереса учащихся к изучаемой теме. Эти методы обучения способствуют активному вовлечению учащихся в процесс обучения, позволяет им более глубоко понять и запомнить материалы, а также развивает навыки критического мышления. Коммуникация и сотрудничество, интерактивное обучение – это прежде всего диалоговое обучение. Его цель не только в формировании знаний, опыта, но и создание комфортных условий обучения, при котором учащийся чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. К интерактивным методам обучения исследователи также относят частично поисковый, проблемно-поисковый, творческий, исследовательский, игровой и другие. Но одним из самых эффективных интерактивных методов является мозговой штурм. Во время этого метода учащиеся разделяются на группы и обсуждают предложенные вопросы или проблемы, применяя свои знания и обязательно аналитические навыки. Данный метод способствует активному обмену идеями между учащимися, помогает им развивать критическое мышление, находя возможные решения. Еще одним эффективным методом является ролевая игра. Во время данного метода учащиеся играют роли исторических персонажей и принимают участие в симуляциях, в которые они вживаются в конкретные исторические события или ситуации. Этот метод помогает учащимся углубленно изучать исторические факты, процессы проживания их на практике, развивает эмпатию. И, конечно, данный метод обучения способствует развитию коммуникативных навыков и умения сотрудничать в группе. Вот таким образом мы 11 декабря показали такой урок как раз ролевой игры, мы его назвали исторический театр, где ребята показали себя в полной мере в поиске материала, создания образа, и, конечно, интерпретации различных событий. Интерактивные методы обучения также включают использование интерактивных технологий, таких как компьютерные программы, видео, аудиоматериалы, интерактивные доски и другие современные образовательные инструменты. Эти технологии позволяют учащимся в интерактивной форме познавать
исторические события и периоды, а также совершенствовать свои навыки, знания. Важно отметить, что использование интерактивных методов обучения предмета истории Казахстана не только повышает мотивацию учащихся и интерес к предмету, но и способствует к активному участию в процессе обучения. Это помогает получить глубокие, более полное понимание предмета, а также развивает навыки самостоятельного и критического мышления. В заключение отметим, что современные методы преподавания истории Казахстана, такие как интеграция технологий, проектное обучение, экспериментальное обучение, играют решающую роль в привлечении учащихся и содействии более глубокому пониманию предмета. Включив эти инновации и стратегии в учебную программу, преподаватели могут создать более динамичный, захватывающий опыт в обучении, который вдохновляет учащихся исследовать, ценить богатую историю, культурное наследие Казахстана благодаря сочетанию интерактивных технологий, совместных проектов и практического опыта. Ученики могут глубже понять прошлое, получить ценную информацию об исторических событиях, которые сформировали идентичность Казахстана. Благодарю всех вас за внимание. Спасибо большое, Надежда Ивановна. Рахмет үлкен. Келесі сөз кезегі қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдері, педагог зерттеуші Бекбосынова Жанна Амановна және педагог сарапшы Досбосынова Багдагүл Кабунайнаға беріледі. Салтанат Рахметоллаевна, бізге доступ бересіз бе? Презентацияны шығарып бересіз бе, Салтанат? Салтанат Рахметоллаевна. Қазір. Бізде неге шықпайды? Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, семинарға қатысушылар. Біздің тақырыбымыз, яғни әдеби қойылымдар арқылы оқушылардың сөйлеу дағдыларын дамыту. Жалпы дағды дегеніміз не? Яғни дағды дегеніміз ол қайталанатын пайдалы іс-әрекеттер болып табылады. Осы дағдыны негізінде және семинар біздің тақырыбына да байланысты жаңа жұмсақ және қатаң дағдылар ғой. Қатаң дағдылар, яғни ол нақты көрсетуге болатын кәсіби техникалық дағдылар түрі. Әр мамандық бойынша мамандықтың тілін игеру, яғни бұл мамандыққа тікелей қатысты дағдылар болып табылады. Ал жұмсақ дағдылар дегеніміз ол бақылауға, тексеруге, айқын көрсетуге қиын дағдылар. Яғни бұл топқа коммуникациялық басқару дағдылары кіреді. Бұл дағдылардың тікелей мамандықпен қатысы жоқ, алайда бұл дағдылар жұмыстың жақсы орындалуын қамтамасыз етіп, мансаптың өсуіне әсер етеді. Қазіргі яғни таңда кез келген жұмысшының кәсіби жетістігіне икемді, яғни жұмсақ дағдының 85%, қатаң дағдының жаңа 15% әсер етеді деп есепке алынады. Сол себептен біз осы оқушыларымыздың бойына осы яғни жұмсақ дағдыларды игеруіне біз атсалысып жатырмыз деп ойлаймын. Яғни ол икемді жұмсақ дағдылар, яғни оқушылардың сыни ойлау қабілеті, тыңдай білуі, айтылғанды ести білуі, басқа көзқарастарды қабылдауы, қателескенін мойындауы, топта жұмыс жасауы,
қою, оған жетуі, табандылық, еңбек және позитивті ойлау, белсенді өмірлік ұстаным, көзқарас, және жанжалды шеше білу қабілеті, өзін өзі тәрбиелеу, ұйымдастыру, жаңа идеялармен шабыттану, жауапкершілік, осылардың барлығын оқушыларымызға жаңағы бойына сіңіріп қалыптастырып жатырмыз. Жаңағы біздің бүгінгі яғни тақырыбымыз осы әдеби қойылымдар арқылы оқушылардың сөйлеу дағдыларын дамыту бойынша ары қарай менің әріптесім Бекбосынова Жанна жалғастырады. Көре көсем болады, сөйлей шешен болады деп айтқандай, мектепте театраландырылған сахналық қойылымдар өте маңызды. Балалардың тілін дамытуға, олардың өмірге деген көркемдік көзқарастарын қалыптастыруда театрландырылған қойылымдар ерекше рөл атқарады. Бала берілген рөл арқылы үнемі сөз қорын молайтып отырады және сөйлемдерін байытып көркемдетеді. Сахналық қойылымдар арқылы осылайша оқушыларда ертегі, әңгіме, мысалдарды оқуға баулып, әдебиетке, тілге қызығушылықтарын оятуды мақсат етеді. Әдеби қойылымдар арқылы оқушылардың сөйлеуін дамыту, жалпы қазіргі оқушылардың сөз саптауы төмендеп бара жатыр. Өз ойын еркін жеткізе алмайды. Ғаламторға телміреген балаларымыздың ойын санасын, іс-әрекетін басқа бағытқа қарай бұру үшін көптеген жұмыстар жасаудамыз. Айта кетер болсақ, мектебімізде көптеген сабақтың тыс іс-шаралар, әдеби кештер, сынып сағаттары, жарыстар өтіліп жатыр. Осындай жұмыстардың арқасында олардың сөйлеуін дамытып, сөздік қорын молайтып, оқушылардың бір-бірімен қарым-қатынасын жақсартып жатырмыз десек болады. Әдеби қойылымдар арқылы оқушылар бір-бірімен қарым-қатынасқа түседі, сөздік қоры дамиды, әр қойылымның өзіндік тәрбиелік мәні бар. Мысалы, қазақ халқының атақты жазушысы Ахмет Байтұрсыновтың Аққу шортан Хамшаян және Маса мысалдарын және жазушының өзін бейнелеп, нөмір 38-ші Қазақстан Ресей гимназиясын 6-шы сынып оқушылары жоғары айтылғандай театрландырылған сахналық көріністерін қойып көрсетті. Бұл сәтте қойылған мақсат балаларға әңгіме, мысал туралы түсінік беру, әңгіме кейіпкерлерін қонаққа шақыра отырып, қиялы мен қабілетін жетілдіру, балалардың сөздік қорын байланыстырып сөйлеуге дағдыландыру, балаларға жағымды, жағымсыз қасиеттерді айыра білуді үйрету. Ал тәрбиелігі өзара сөйлесіп, достық қарым-қатынаста болуға, біреуге қызғанып қарамауға, бірін-бірі құрметтеп, үлгі тұтуға тәрбиелеу. Келесі сахналық қойылым ол тұңғыш ұстазымыз Ыбырай Алтынсариннің әңгімесі «Бақша ағаштары». Бұнда 7-ші сынып оқушылары осы әңгіме арқылы түсінді. Жақсы тәрбие беріп отырған отбасыда әрқашан татулық, түсіністік, мейірімділік өріс болады. Бала мектеп бітіріп, өмірдің үлкен жолына шыққанда қорықпай, дұрыс қадамдарын жасайды, үлкен жетістіктерге жетеді деп ойлаймыз. Қорыта келе айтарым, балалардың айтылым дағдысын дамыту үшін, қазақ тіліне деген қызығушылығын арттыру үшін рөлдік ойындар, қысқа да қызықты әрі мазмұнды қойылымдар қою таптырмас әдістердің бірі. Осындай қойылымдарды жиі қою арқылы оқушылардың есе сақтау қабілеті, ауызекі сөйлеу тілі дамиды. Оқушылар бір-бірімен диалогқа түседі, сөйлеу этикеті формаларын үйренеді. Сондай-ақ осындай сахналық қойылымдар арқылы қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдері туралы, олардың тәрбиелік мәні зор шығармалары арқылы қазақ әдебиетіне деген қызығушылықтары да артады. Оқушылардың ауызекі сөйлеу тілін дамыту бүгінгі күн өзекті мәселелердің бірі болғандықтан, қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдерінің шоқтығы биік. Берері сол шығармаларын оқыта отырып үйрету, рөлдік ойынды ойната отырып ойландыру керек деп ойлаймыз. Сондықтан оқушының айтылым дағдысын, ауызекі сөйлеу тілін дамытуда мұғалімнің үнемі ізденісте болу және оның шеберлігіне де тікелей байланысты деп ойлаймыз. Әр ұстаздың сабағы өз қолында. Осы сөзбен мен
баяндамамды аяқтаймын. Баршаларыңызға көп рахмет. Рахмет үлкен әріптестер, Жанна Мана, Бағдагүл Коммунайна, үлкен рахмет. Келесі сөз қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Тоқтатпай Мөлдір Талғат қызына беріледі. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Менің бүгінгі тақырыбым қазақ тілі сабағында айтылым дағдысын дамытудың кейбір ерекшеліктері. Қазіргі таңда орыс мектептеріндегі қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында оқушы бойында дағдыларды дұрыс қалыптастыру өте маңызды. Атап айтатын болсақ, айтылым, жазылым, оқылым, тыңдалым. Осы 4 дағды сабақ барысында қатар жүрсе, біз өз міндетімізді толық орындаймыз. Көп жағдайда сабақ мақсаттарына мән берілмей жатады. Сол аралықта біз түрлі әдістерді таңдай отырып, сабақ мақсатына жете алмай қалып жатып, оның арты оқушының БЖБ және ТЖБ жазуда қиналуына алып келіп жатады. Осы ретте дағдылармен дұрыс жұмыс жасау және оқушының пәнге деген және көркем әдебиетке қызығушылығын ояту аса маңызды. Жас ізденуші ретінде өз пәнімде көптеген іс тәжірибелерді іске асырамын. Кейде сәтті, кейде сәтсіздіктер де орын алып жатады. Олай болса, менің алып отырған тақырыбымның өзекті тұсы бір әдіс арқылы балалардың пәнге қызығушылығын оята отырып, сабақ мақсаттарына жете алатындай қабілеттерді оқушы бойына ұялату. Мақсатым Пикстон бағдарламасы арқылы оқушылардың айтылым дағдысын дамыту. Міндетім педагогикалық жұмыстағы шешуші нәрсе ең жақсы оқыту әдістерін таба білуде деген Ыбырай Алтынсариннің сөзін негізге ала отырып, өз идеямды өзге әріптестеріме ұсыну, озық пікірлерімді жариялау. Жаңашылдығым орыс мектептеріндегі қазақ тілі мен әдебиетінің 8-ші сынып оқушыларына оқытуда Пикстон бағдарламасы арқылы оқушылардың айтылым дағдысын дамыту. Бұл жерде ең тиімді тұсы қағаз нұсқасын да және арнайы бағдарламаға негіздеп сабақтың әр кезінде пайдалану мүмкіндігі. Жаңа сабақты түсіндірген сәтте үй жұмысын сұрау барысында өз тиімділігін береді. Қазақ тілі мен әдебиеті бағдарламасының мақсаты білім алушыларды креативті ойлауға бағыттау. Олардың ойларын ауызша еркін жеткізуіне және жаза білуіне қолдау көрсету, дәлелдер келтіру, салыстыру және анализ жасау, бағалау дағдыларын қалыптастыру. Білім алушылар әдеби жанрларға эксперимент жасау арқылы драмалық шығарманы проза тілімен, прозаны поэзия тілімен жазу тәсілдерін меңгере алады. Қазіргі таңда педагогтардың ең басты ниеті пәнге махаббатын ашумен қатар сабақ басындағы оқушылардың қызығушылығы мен шапшаңдығын арттыру. Осы ретте мен назар салған алғышарттар осы еді. Осы қабілеттермен қатар оқушы бойында эпикалық шығармаларды оқып, таныса отырып, автор бейнесін анықтай алуы және шығарманы толық түсінуіне мән беру мен үшін аса маңызды болды. Осы ретте 8-ші сынып оқушылармен жұмыс жасауда 4 дағдыны негізге ала отырып, оқушылардың айтылым дағдысына қаншалықты жақсы әсер еткендігін толық байқай аламыз. Комикс әдісі топпен жұмыс жасауда және қызметтерді тең бөлуде өз тиімділігін берді. Оқушылардың идеясы мен шығармашылығын дамытуға үлесін қосады. Топ ішінен оқушылардың жеке және топтық қорғауына, жазу қабілетіне, айту қабілетіне, бір-бірін топтап тыңдау қабілеттерін дамытуға септігін тигізгендігіне көз жеткізе аламыз.
Дұрыс еңбек бөлінісі бағалаудағы әділдікке жол. Оқушылар топпен бірлесіп жұмыс жасауда еңбек бөлінісі әділетті орын алады. Бірі сурет салса, енді бірі бояп жатады. Бірі оқушы шығармамен жұмыс жасаса, енді бірі қағазға жазылатын негізгі сөздер дейді. Топ оқушылары қорғауға дайындалады. Бір тапсырма барысында 4 қабілет. Пикстон бағдарламасы арқылы оқушылардың айтылым дағдысын дамытуда, комикс әдісін осы шығармаларды оқытуда пайдалану барысында оқушылардың барлығында айтылым, жазылым, тыңдалым, оқылым дағдылар қалыптасады. Болашақ мамандыққа бағыттың кішкентай кірпіші. Бірі көркем мәтіннен керек сөзді іріктеу арқылы сөздің құдіретін түсініп жатса, енді бірі суретін салып, жаңа қырын дамытып жатса, тіпті қағазды дұрыс бөлу мен қай тұсына не жазу сәтті жоспарлауды үйренеді. Айтылым дағдысын қалыптастыру дегеніміз не? Оқушылардың сөз мәдениетін, сөйлеу әдебін қалыптастыру, өз ойын дұрыс, нақты және толық жеткізе білуге машықтандыру болып табылады. Тілді жетік меңгерген және оны орынды қолданатын оқушы кез келген ортада коммуникативті қатынасқа түсе алады. Сонымен қатар сабақта алған білімі мен білігін, дағдысын адамзат қызметінің әртүрлі саласында қолдануы тиіс. Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің кәсіптік, адамгершілік, рухани азаматтық және де басқа да көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді. Өзін өзі дамытып, оқу тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. Ғалым Ахмет Байтұрсынов, әдіс келешектен шығатын нәрсе, әдістің жақсы жаман болмағы жұмсалатын орнының керек қылуына қарай деген екен. Жаңа технологияны пайдалану, оларды жинау, зерттеу, соның нәтижесінде өз тәжірибесін дамыту жаңашыл мұғалімнің ісі. Қазіргі заман талабы жан-жақты дамыған функционалды сауатты тұлға тәрбиелеу. Ол үшін оқыту әдістеріне өзгерістер енгізіліп жатыр. Алдымен тілді үйреніп, сол тілде ойлап, сол тілде сөйлейтін азамат даярлау басты мақсат. Тілді оқыту оңай іс емес екені айқын. Оқушы сүйсіне отырып, құлшыныспен оқыту үшін тиімді, қызықты, жаңашыл әдіс тәсілдерді қолдану қажет. Мұғалімдер оқушыларға қалай оқу керектігіне бағдар беріп, өздігінен білім алудың жолын көрсетеді. Оқушының өзінің біліміне өзі жауапты екенін көрсетіп, өзін өзі бағалай алуға, сыни тұрғыдан ойланатын, әлеуметтенген жеке тұлға болып қалыптасуына жетелейді. Оқушылар мұғалімнің қолдауымен емін-еркін қарым-қатынасқа түсіп, алған білімдерін өмірде қолдануға бейімделеді. Оқушының өзіне деген сенімділігі оянып, өзіндік көзқарасын білдіре алатын дамыған тұлға қалыптасады. Қорытындылай келе, жоғарыдағы мәселелерді толық қарастыра келе, өзім көтерген өзекті мәселенің шешімін таба отырып, осы пәнді үйретудегі мақсатыма жете алдым деп ойлаймын. Қазақ тілі мен әдебиеті сабағын оқытуда оқушы бойында айтылым, жазылым, тыңдалым, оқылым дағдыларын қалыптастыруда тиімділігін көрсетті. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Мөлдір Талғатқызы, рахмет үлкен. Демонстрацияңызды өшіре салсаңыз. Менде өшпей тұр. Вот. Рахмет. Сонымен әріптестер, бүгінгі біздің республикалық семинарды қорытындылай келе, негізі бізде қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Досаева Гүлжан Досаевна және де 92-ші лицейдің директор бейіндік жұмыс жөніндегі орынбасары Алтаева Әсел Мырзагалиевна және де ГЦНТО директорының әдіскемелік жұмыстар жөніндегі орынбасары Атебек Сандуғаш Тұрсынбаевна кісілер баяндап оқу керек болатын, бірақ та қалалық және аудандық жиналыстарға байланысты ол кісілер қатыса алмады. Бірақ та міндетті түрде өздерінің баяндамаларын, презентацияларын топқа жіберіледі, бәріміз танысамыз. Бүгінгі баяндамашыларға үлкен рахмет. Енді
өзара пікір, енді пікір айтам деушілер, кері байланыс айтам деушілер. Сұрақтарыңыз болса бір баяндама жасаған әріптестерімізге. Жанна Манна, Света Бахтина. Көп рахмет осындай конференцияны ұйымдастырып отырған әріптестеріме. Бүгінгі айтылған өзекті мәселелер бәріміз тыңдап, ұнап отыр. Енді өзімізге керегін аламыз, сабақ барысында қолданамыз деп ойлаймыз. Әр оқылған баяндамада керекті нәрселер өте көп. Көп рахмет сіздерге. Рахмет үлкен, Жанна Манна. Рахмет үлкен бүгінгі мынау семинарды ұйымдастырушыларға алғыс айтамыз. Иә, мына тыңдалған әр тақырып өзі сондай өзекті тақырыптар. Әсіресе мына біздің жұмысымызда керекті тәжірибелер. Әрине, осылай көптеп ұйымдастырылып тұрса, нұр үстіне нұр болар еді. Иә, баршаңызға енді амандық тілеймін. Осылай тәжірибемізді таратып, ары қарай еңбегімізге шығармашылық табыс. Рахмет көп, бәрі жақсы болды. Рахмет, Света Бахтина. Және айта кететін біздің программаны білесіздер, кері байланыс QR бар, соған әрқайсы қатысушы кіріп, QR арқылы кіріп, кері байланыс қалдырсаңыздар. Все. Болды, жақсы күнде кездескенше барлықтарыңызға рахмет. Сәттілік тілейміз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.